Сәлем достар, бүгінгі видеомызда хрустящий сочный чебуреки дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге таза ыдысымызға ұнымыз салып алатын боламыз өлшеп. Одан кейін ортасын осылайынан ашып алатын боламыз. Үстінен тұзымызды қосып, және де сұйық майымызды құйып, қайнап тұрған ыстық суды қосып, жақсылап тестамызды илеп алатын боламыз. Қамырымызды 10-15 минутқа целлофанға салып қойып қоятын боламыз. Одан кейін фаршымызды майдалап туралған пиязымызды қосып, дәміне қарай тоз бұрышты қосып, және де чебуреки сочный болу үшін кішкене су құйып жіберетін боламыз. Сол кезде чебурекиміздің суы ағып, құрғақ болмай, тәтті болып шығатын болады. Осы лайфхакты қолданып көріңіздер. Начинкамызды дайындаймыз дегенше қамырымыз да ие қанып күшті болып тұр екен. Осылайынан видеода көрсетіп тұрғандай бөліп мен кішірек те оқып жасаймын, сондықтан да осылайынан бөліп алатын боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша істесеңіздер болады. Қамырымызды оқтаумен жайып, томалақ етіп жайып алғаннан кейін, начинкамызды осылайынан жұқалап жағып шығатын боламыз. Одан кейін шет-шетін қолымызбен біріктіріп, осылай шанышқының көмегімен басып алатын боламыз. Құрметті көрермендер, егер де рецепт ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де алда көп тәтті ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Барлығын дайындап алғаннан кейін пешімізді қыздырып, табамызға сұйық май құйып, қыздырып алатын боламыз. Қызғаннан кейін чебурекиларымызды салып, екі жағынан қызартып, видеодағыдай пісіріп алатын боламыз. Және де ішіндегі ет, фарш піспей қалады деп уайымдамаңыздар, толығымен пісіп шығатын болады. Мінекей сочный хрустящий чебурекиларымыз осылайынан пісіп шығатын болады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын.